Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін бізге тағы бір ай қосылды. Бала дамуының 6-шы айы. Әдеттегі өмір салтын өзгертудің тағы бір жолы. Дәл осы кезеңде балалар жер бауырлап жылжуды бастайды. Мұндай кезде аналар көптеген заттарды баланың қолы жетпейтіндей жерге қоюы керек. Жарты жасар бала ішпен жатып терлеуге тырысады. Бұл отыру мен еңбектеуге дайындалатын маңызды кезең. Бұл кезде балаларды шынтақтап жатқызуға болады, бірақ әлі отыруды білмейді. Заттарды сенімді түрде ұстап тұра алады. Оларды екі қолмен кезекпен кезек ұстауды да үйренеді. Және 6 ай бұл қоршаған кеңістікті зерделейтін кезең. Бала қолына түскен заттардың барлығын аузына салады, ойыншықтарды бұза алады. Ақыл ойы дамып, өз әрекеттерінің салдарын түсіне бастайды. Мысалы, бір нәрсені лақтырса, оның құлайтынын және қандай да бір заттың түймесін басса, ода дыбыс шығатынын біледі. Тілінің қалыптасуда, жалғасуда әртүрлі буындарды сенімді түрде қайталай алады. Ал ұйқымыз, әдеткі ұйқымыз бұрынғыға қарағанда азайды. Бұрын 2-3 сағаттап ұйықтаса, қазір жарты сағат, 1 сағат қана ұйықтайды. Осылай мамасымен ойнап, бірдеңелерді айтып, осылай еркелеп ұйықтаймыз. Ал тамақтануымызды айтатын болсақ, қазір күндіз көп ембейді. Түнде ұйықтағанда еміп жатады, еміп ұйықтайды. Себебі қазір бізде қосымша тамақтандыруды бастадық. Осылай небілерге әртүрлі жемістерді салып беріп қоямын. Әртүрлі кашаларды аз-аздан жеп жүр. Печенье ұстатып қоямыз, қасымызға отырғанда нан ұстатып қоямыз. Қазір аузында 7 тіс бар, солмен шайнап, жайлап өзі жейді. Бізде осындай жаңалықтар, сұрақтарыңыз болса комментария жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. 7-ші айда кездескенше.